сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге орама жасап үйренеміз. Бұл тағамды біз жақта орама деп атайды. Сіздер жақта қалай айтатынын жаза кетсеңіздер болады. Ең алдымен бізге ораманың қамырын дайындау керек болады. Қамырына ұнды електен өткізіп аламыз, керек мөлшерде. Ұнымызды електен өткізіп алғаннан кейін үстіне бір жұмыртқа және өсімдік майын құямыз. Содан кейін салқын суымызға тұзды салып араластырып, қамырымызды илей бастаймыз. Қамырымыз қатты жұмсақ немесе қатты болып кетпеуі керек. Орташа болғаны жақсы. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз тынғанша біз ораманың салмасын дайындай береміз. Ораманың салмасына пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Алдымен менде пияздан бөлек картоп және сәбіз қосамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Ол міндетті емес. Картопымызды да ұсақтап турап аламыз және одан кейін мен қойдың майын қостым. Сіздер қоспасаңыз да болады. Сәбізді де өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыз да болады, бірақ мен өзім жақсы көретін болғандықтан қостым. 4 бұрыштеп турап аламыз, өсімдік майын қосамыз және тұз, бұрышын қалауыңызша саласыз. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді де сепсеңіз болады. Ал мен тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және аздаған зираны қолмен үгітіп салдым. Салып болғаннан кейін жақсылап қолмен араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды жаямыз. Қамырды жаяр кезде ең басында ұнды көбірек салып жаямын. Соңына қарай ұнды қоспаймыз. Орамаға қамырымызды өте қатты жұқа етіп жайған дұрыс болады. Қамырымды тез жаю үшін мен екі жағын бүктеп, видеодағыдай етіп жайдым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Қамырды жайып болғаннан кейін қамырымызды майлап үстіне салмасын салып бір келкетіп жайып шығамын. Мен 3 бөлікке бөлдім. Сіздер қалауыңызша 4-ке бөлсеңіз де болады. 3 бөлікке бөліп, оны орап, алдын ала майлаған ыдысымызға, табамызға саламын. Орамамыз дайын. Енді қайнап тұрған қазанға қойып 40 минутта пісіріп шығамын.
Біздің орамамыз құрғақтау тамақ болғандықтан жанына соуспен ұсынсаңыздар жақсы болады. Ал мен қоспасын қолмен жасағанды ұнатамын. Ол үшін пиязымызды қызып тұрған табада қуырып аламыз және бір қызанақ қосамыз. Пиязымыз жұмсарғанша қуырып, артынан томат пастасын қосамыз. Қуырып алғаннан кейін дәмдеуіштер салып, үстіне су құйып бұқтырамыз. Біздің орамамыз дайын, оны қоспасымен бірге дастарханға ұсынамыз. Сіздермен болған Жұлдыз. Егер менің каналым қызық болып жатса, қолдап жазылып кетіңіздер.